Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Уассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Жігіттер, 21 ғасырда діннің не керегі бар деген сұрақ туындайды. Біріншіден, сен енді ақылмен дұрыстап ойланатын болсаң, дін дегеніміз бұл Аллаға құлшылық қылу, шүкіршілік қылу, саған беріп жатқан нығметке деген нәрсесіне түсінетін болсаң, онда сенің ақылың міндетті түрде алып келу керек та оған. Сен не керегі бар деген сұрақ қойылмайды ол жерде. Сен міндетті түрде оны істейсің да. Өйткені алдыңда өлім келе жатыр, жауап келе жатыр деген сен ақыли тұрғыда бекітетін болса, онда сен уже амалын жасайсың да. Не үшін деген сұрақ қойылмайды. Бірақ жарайды, не үшін деген сұраққа кеткеннің өзінде де. Біз айтамыз, ислам негізі қоғамдық тәртіпті ретке келтіру үшін келген, қоғамды тәртіпке реттеу үшін. Сондықтан да ислам негізі хақларға қарап отырады. Сенің анаң хақсыз болып қалмасын, мынау хақсыз болып қалмасын, мынау хақсыз болып қалмасын, мынау хақсыз болып қалмасын. Енді мынандай мәселе туындайды. Егер ислам болмаса дейміз. Енді бір ислам илахи дін болып тұр ғой, который саған адамзаттың жоғарғысынан адамзатқа не жақсырақ екенін айтып тұратын нәрсе, иә? То есть шариаттың авторитетінсіз, Алланың авторитетінсіз бекітіліп тұрған зат. Онда бізде қазір бір крышаның астында жүру бар да уже. Егер мысалы Құдай жоқ дейді да, қандай заңға негізделеміз? Мемлекеттің заңына ма? Жақсы мемлекеттің заңына лайық. Мемлекеттің заңы пока ол жұмыс істей береді, өзінің қорқыныш сипаты болған сайын, жазаңды аласың деген сайын. Бірақ кейбір моменттер бар ғой, сен моральдық принциптерге қатысты адамдар өйстіп айтатын болсақ, моральдық принциптерді саған ақылың емес, сенің үстінен бір келіп тұрған шариғат емес бекітетін. Оны саған сен өзің қалай қыласың, солай деп айтақ. Моральдық принциптер дұрыс болып, дұрыс болмауы бір общий бір законмен емес, который бір илахи, не болмаса бір Алланың берген ақыри тұрғыдан дұрыс емес екенін анықтау. А просто сен қалай оны шештің, солай. Нені жақсы деп шештің, нені жаман деп шештің, солай болады десек. Онда қоғамда анархия болады. Мысалы, мен айтсам, біреуге барып, педофилға барып, болмайды ғой десем, ойда моральдық принциптер менің ойымша басқаша неге болмайды дейді. Сен не дейсің? Типа, болмайды ғой деп, неге сүйеніп айтасың сен? Ойда, мен соны қалаймын дейді. Сен неге сүйеніп айтасың сен оны болмайды деп? Онда болмайды деген нәрсесі болмай қалады да оның. То есть оның ойынша ол болады да ол. Сондықтан да сам по себе адам нені қалайды, не болмаса өзі жүреді деген мәселе, бұл дұрыс емес нәрселе да, онда қоғамда тыныштық болмайды ол. Сондықтан да илахи діннің бүгінгі таңда болуы, бұл бәрін бір крышаның астына жинау негізі. Сондай илахи діннің астында өйткені реттік тәртіп болады. Неге? Өйткені бір объективті ежелі қойғанда сен айта алмайсың. Мысалы мен мына жерде пешеход тұрса да, то есть мына шығып баратық, пешеход андай жерде тұрса, сен жолды кесіп баратып, гаишник келіп, сен ана жерге еріндің да баруға, прямо кесе салдың, гаишник келіп саған штраф сен айтасың ба? Менің ойымша мына жерде тұру керек, сондықтан да сен маған сала алмайсың деп айта аласың ба? Сен тыңдамайды ғой. Сен тыңдамайды ғой. Неге? Өйткені қоғамның маңыздылығы тұрады да. Тура сол сияқты қоғамның маңыздылығы болу үшін бір объективті бәріне жүре алатын бір заң керек та. Бұл илахи дін деп айтамыз біз. Который біз туралы бізден қарағанда жақсырақ білетін дейміз. Ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін айтып беретін дейміз. Соған негізделеді. Сол тұрғыдан дін пайдасы көп негізі. Мысалы мен бүгін салафиттерін, бірақ дінсіздерді мен айтып тұрмын, бұл қазіргі ережеге, не заңның ережесінен қорқып істеніп жатыр. То есть ол ереже біз алмайды. Бірақ егер сен дінсізге келіп айтатын болсаң, моральдық принцип неге мысалы кішкентай баланы зорлау? Неге жаман деп сұрашы? Неге жаман дейді саған? Кішкентай баланы зорлау не үшін жаман болу керек ол үшін? Көп атеистер айтар, жаман деп. Сезімге негізделе, ақылға негізделе, бірақ егер бір атеист шығып тұрып, неге жаман болу керек десе, сен қалай қайтарасың оған? Оның принцип бойынша, ол нені қалайды, ол сол дұрыс болып тұр, өйткені бір сес тап тұрған жоқ оны. А сені ештеңе бір сес тамайтын болатын болса, онда ол қиын. Одан кейін мен саған айтайын, бүгінгі таңда 21 ғасырда діннің негізі ең маңызды нәрсе, керек нәрсе деп айтайын. Өйткені қазір сондай заман ғой, қуаттылар әлсіздерді әлімжеттік көрсетеді, байлар кедейлерге әлімжеттік көрсетеді, нелер жаңағы үлкен мансапталар жаңағы кішкентай адамдарға әлімжеттік көрсетеді. Сен мысалы бір үлкен дөкей келіп кішкентай ненің адамның жерін тартып алып жатса,
пақырдың. Ол бірсе істей ала ма бұл дүниеде? Істей алмайды ғой. Оның үміті не? Алланың алдында кездесеміз дейді. Егер сам по себе адамда Алланың алдында кездесу мәселесі тұрмаса, моральдық тұрғыдан бұл әлем әділетсіздікке негізделген. Ода уже ар жағында ақырет жоқ, который ол жерде әділеттік талап ете алатын да. Онда бұл дүние мүлдем әділетсіздікке негізделген. Кедейлер төмен болып қала береді да, байлар жоғары болып береді. Исламның алып келгені не нәрсесі? Исламның алып келгені қазір сен моральдық тұрғыда представить байға келіп айтады, ертеңгісін Алланың алдында есептесесің дейді. Ол жүз асқан сезім. Бағанан бері соны айтып жатқаным. Сені ислам негізі ұстап тұрады да. Мынау жаңағы кеңес өкіметі уақытында жаңағы атеистік қоғамда Құдай жоқ деп озбырлықты шексіз пайдаланған миллиондап адамдарды өлтіру, геноцид жасау, басқа адамдарды зорлық. Сол құдайсыздықтың орнын басу үшін да. Бір қорқыныш керек та. Әйтпесе ол болмайды. Яғни адам жаратылысынан бір тәртіпке бағынумен негізделген жаратылыс болғанда, иә? Бұны ғалымдар айтады, ижаби, сәлби дейді. Мысалы, Құранда қаратмасаңдар, қорқыныш факторы бар және поощрять дейді ғой, саған сыйлық факторы бар да. Айтады, сен егер жақсы амал жасасаң, онда саған жәннат болады дейді. Бұл түсінетін адамдарға да, бірақ түсінбейтін адамдар бар ғой. Оларға тұрып айтады, егер жамандық жасайтын болатын болсаң дейді. Бұл жерде мынау қорқыныш факторы да. Саған осылай болады, осылай болады, осылай болады дейді.